Папа үйге келмегеніне 10 күн болды. Мен оны қатты сағындым. Ол да сені сағынып жүрген шығар. Онда неге үйге келмейді? Жұмыстары біткен соң келер. Мен саған сенбеймін, сен өтірік айтасың. Жоқ, мен өтірік айтпаймын. Ал үлкендер айтады. Олар көп өтірік айтады. Онда үлкендерге сенуге болмайды. Қазір, мам. Сау бол, досым. Құралай, Раяна, ішке кіріңдер. Сәлематсыздар ма? Қызым, ақылды бол, я? Мұғалімдерді тыңдаймын, сабақты жақсы оқимын. Сіз күнде айтасыз ғой, мам? Ай, ішке кіре ғой. Сәлеметсіз бе, Стас? Сәлеметсің бе? Сабағың басталып кетеді. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Ая классындағы ең ерекше оқушы. Сабағы да өте жақсы. Рахмет. Отбасыңыздағы болған жағдайды естідім. Қиын болған екен. Айтпақшы, бухгалтерияда осы айдың ақысы төленбеді деп жатыр. Мен барлығын төлеймін. Қазір ыңғайы келмей тұр. Сіз айтып көресіз бе? Бізге кішкене уақыт берсін. Енді айтып көрейін, күте тұратын шығар. Рахмет. Мен сабаққа кірейін. Сау болыңыз. Жақсы. Балалар, кіреміз. Біз бақытты боламыз. Уәде бересің бе? Уәде беремін. Өміріміздің соңына дейін бірге болып, бақытты болуымызға
Барымды салам. Бұл жерде не істеп жүрсің? Бізге сөйлесу керек. Сен мені ойламасаң да неге аяғы жаның ашымайды? Баланы ортаға салма деп қанша рет айтам саған? Мен ортаға салып тұрған жоқпын. Қанша күн болды үйге келген жоқсың. Ол сен сағынып жүр ғой. Не керек саған айтшы? Уақытым жоқ мен. Сонда туған қызыңның жағдайын естуге де уақытың жоқ па? Осындай әңгімелермен шаршадым бала. Аяның мектеп ақша сұрап жатыр. Қазір менде ақша жоқ. Үйге продукт алуға да ақша қалған жоқ, Еділ. Ақша жоқ дедім ғой саған, неге қаңқылдап сұрай бересің? Не деген тас жүрек әке болып кеткенсің? Иә, мен сондаймын. Сондай жағдайға жеткізген мына сенсің, түсіндің бе? Мен? Иә, сен. Айтпақшы. Мен ажырасуға заявление беріп қойдым. Не? Өзің түсініп тұрсың ба, не айтып тұрғаныңды? Иә, түсініп тұрмын. Мен аяға не деп айтам? Ол сен сұрайды күнде, күтіп жүр ғой? Өтірік уайымдамай қойшы. Қызыма өзім айтып түсіндірем. Түсіндіресің, иә? Саған бәрі оңай екен, иә? Мен, мына балаң, Ая, біз қалай өмір сүреміз, неге бізді ойламайсың? Балаларымды өзімен бірге алып кетем. Олар сен сияқты елін тәрбиелегенін қаламайды. Есіңде болсын, мен саған балаларымды бермеймін. Ажырассаң, ажырас. Заң жүзінде олар менімен қалады. Және сенен алимент өндіріп алам. Білгенің істеші. Мә, бар осы. Енді көзіме көрінді. Компанияны мировой рынокқа шығарам деген мақсатым бар еді. Енді бәрі бір-ақ сәтте жоқ болды. Сенде компания емес, корпорация болады. Уайымдамашы. Онда оған көп-көп рахмет, жан. Сен болмасаң не істер едің? Айтпақшы, әйелің не деді? Оған керегі тек қана ақша. Қызым сылтауrat менен ақша алғысы келеді. Келме десем түсінбейді. Сондай әйелдерді вообще түсінбеймін. Но қызыңа жаным ашиды. Аяны ол қатыннан қолына қалдырмаймын. Сәлеметсіз бе аға? Сәлемет па қызым. Сіздерде вакансия бар екен, соған орналасуға келбедім. Адам алып қойды ғой қызым оған. Мүлдем жұмыс жоқ па? Қарындас, мен сізге айттым ғой, бізде ешқандай бос орын жоқ. Оның үстіне біз жүкті әйелдер жұмысқа алмаймыз. Алмас, ал шынан. Алло, сәлеметсіз бе?
Мен жұмыс туралы хабарласып тұр едім. Иә, техничка керек деп жазыпсыздар. Алып қойдыңыздар ма? Түсінікті. Рахмет. Алло, сәлеметсіз бе? Сіздерде вакансия бар екен. Я істей берем. Жоқ, мен сменмен істей алмайым, үйде кішкентай балам бар. Болмай ма? Жақсы. Рахмет. Ал қыздар. Романай Конти 1967 жылы 600 дана шыққан екен. Вау. Джентльмен екенсің ғой. Сендей джентльменді кездестірген құрбым үшін қуанып тұрмын. Ал, онда таныстық үшін. Ал, таныстық үшін. Қыздар, отыра беріңдер. Мен қазір келем. Жақсы жігіт екен. Еще романтик. Иә, Ну как, пландарың қалай болып жатыр? нормально. Жақында елмен ажырасады. Уже ма? Әрине, құрбым. Әлі сенен қорқу керек бар ғой. Менен емес, ана қатыннан қорқу керек. Еділдің әбден миын аштып, шаршатып жіберген. Содан соң тағы бір проблема болып тұр. Қандай? Еділ қызын ана әйелмен қалдырғысы келмейді. Қалай сонда сенімен бірге тұратын болды ма? Мен рұқсат берсем тұрады ғой, подруга. Мен ажырасуға заявление беріп қойдым. Балаларымды өзімен бірге алып кетем. Олар сен сияқты елін тәрбиелегенін қаламайды. Иә, мен сондаймын. Сондай жағдай жеткізген мына сенсің, түсінің бе? Ажырасуға заявление беріп қойдым. Мама! Мам, сен бүгін маған мороженое алып бересің. Неге? Өйткені мен 4 сабақтан 5 алдым. Ақылдым. Жүре ғой, алып берем. Қандай мороженое жейсің? Құтынай қосылған. Ең тәттісін жейсің, е? Иә, ол өте тәтті. Ақылды қызым менің. Адвокатпен кездесуге барасың ба? Иә, қазір баруым керек.
Жан, маған бұлай тығылып жүргеніміз ұнамайды. Мен папаға бар шындықты айтам. Қалай болар екен? Папа менің любой выборымды қабылдайды. Уайымдама. Жақсы. Пап? О, менің принцессам келді. Қалайсыз? Жақсы. Кіре ғой. Иә. Өзің қалайсың? Жақсы. А? Асығып тұрсыз ба? Иә. Канадалық инвесторлармен Стамбулда жолығуымыз керек еді. Қазір самолет сағат 6-да. Жұмыс. Қызыңызға вообще уақыт бөлмей кеттіңіз ғой. Олай демеш, қызым, сен менің мына жерімдесің ғой. Иә, айта бер. Жарайды, айтайын. Тек ренжімеймін деп уәде бер. Ренжімеймін. Уәде берем. Мен... Пап. Сөйлесейікші. Так. Мен бір жігітпен таныстым. О. Ақылды. Интеллигентный. Сіз оны танисыз? Мен бе? Кім болды екен? Еділ. Еділ. Болатханұлы. Қызым, оның отбасы бар емес пе? Болған. Қазір жоқ. Ажырасып жатыр. Ажырасып болған соң үйленейік деді. Қайдағы үйлену? Есіңді жи, қызым. Біреудің отбасын бұзып, балаларын жетім қалдырып. Бақытты болам деп ойлайсың ба? Пап, оның отбасын бұзған мен емес. Мен ештеңеде тыңдағым келмейді. Сен оған тұрмысқа шықпайсың. Болды. Менің одан аяғым ауыр. Сен не айтып тұрсың? Пап, менде басқа жол жоқ. Сержан Маратұлы, аэропортқа шығуымыз керек. В общем, так. Мен барып келейін. Сосын сенімен сөйлесем. Машина келді ме? Иә. Но знай, қызым, никаких. Ажырасып жатқан әйеліңізбен мүлікті бөлу туралы келісіп алдыңыз ба? Мен жақында банкроттыққа ұшырадым. Бөлісетін түгі жоқ. Ажырасқаннан соң қызыңызға, туылатын балаңызға алимент төлеуге міндетті боласыз. Соны төлемейтін жолдары бар ма? Сіздің өз балаңыз ғой. Сіз ақшаны біреуге емес. Ал егер қызымды өзіммен бірге алып кетсем ше?
бұл қиын мәселе. Ажырасуда көп жағдайда бала анасында қалады. Ешқандай жол жоқ болсын да? Ну, жолдары бар. Айтсаңшы енді. Психикалық ауытқулар болса, бірінші, екінші дәрежелі мүгедек болса, сосын есірткіге, сосын ішімдікке, нашақорлыққа тәуелділігі анықталса ғана, бала әкесінде қалады. Ондай жағдайлар әйеліңізде жоқ. Сондықтан мәселе қиын. Иә, қиын. Сол үшін де сізге келіп тұрған жоқпын ба? Қиын жағдай, қиын. Жарайды. Баланы ала алмасақ та, алимент төлемейтіндей вариант қарастырсақ. Ол жағын қарастырып көруге болады. Онда сол вариантты қарастырайық. Жарайды. Жақсы, рахмет. Танысқаныма қуаныштымын. Жақсы. Осы адамдар түсінбеймін. Өзінің туған баласына ақша беруден қашады. Мам, бүгін күшті қыдырдық, я? Иә, саған ұнады ма? Я, қатты ұнады. Папам үйге келгенде бағанаға түскен фотомызды көрсетемін. Ал сізге ұнады ма? Кешіріңіз, сіз біреуді іздеп жүрсіз бе? Саламатсыз ба? Иә, менің есімім Али болады. Еділ Болатханның үйі ма? Иә, бірақ ол қазір үйде жоқ. Түсінікті. Қателеспесем, сіздің есіміңіз Бота, иә? Мына тәтті қыздың аты Аяла, иә? Иә. Не шаруамен жүрсіз? Жолдасыңыз Еділ Болатханның казиноға үлкен сумма ақша қарыз болған. Мына құжатта қарызын қайтармаған жағдайда мына үй казино меншігіне өтетін болады. Не? Астында қолда тұр өзінің. Заттарыңызды жинап, үйді босатып 12 сағаттарыңыз бар. Жүре ғой қызым. Мам, Ау, қызым. енді бізде үйде жаман ағайлар тұра ма? Мам, жыламаңызшы, мен сізді ренжітіп қойдым ба? Мен енді сізге ондай сұрақтар қоймаймын. Ал сіз маған енді ешқашан жыламаймын деп уәде беріңізші. Болды, жыламайым. Мам, автобус қайда? Отырғанымызға көп болды ғой. Қазір келу керек. Сен бағана ғана сөйтіп айттың ғой. Қазір келсін, мен оларға неге кешігесіңдер? Біз көп күттік қой деп ұрсам. Жарай ма? Кел, жата тұршы.
апам, қарныңыз ашпады ма? Жоқ, сенікше. Ашты. Самса. Ыстық самса. Ыстық самсаламыз. Қазір, Ыстық қызым. самса. Сен осы жерде Ыстық самсаламыз. Мен самса алып келем. Ағай, Ау, самса бар ма? бар. Ет пен тауық пен қайсымен? Тауық пен екеу беріңізші. Оп, бол, қазір. Тауық пен екеу дедің, Қазір. Апа. Біреу бере салыңыз. Ау, Біреу бере салыңыз. жақсы біреу. Ой, бол. Ал ағай. Рахмет. Еште кетпейді. Ас болсын. Ыстықтай жеп ал.